Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы денсаулық, зор байлық, заттың атын білдіретін сөздер. Өткен сабақта заттың атын білдіретін сөздермен таныс болдыңдар. Ал енді сабағымыздың басын қызықты ойынмен бастайық. Заттың атын білдіретін сөздер берілген. Кім, не деген сұрақтарына жауап берілетін сөздерге көңіл күймен білдіреміз. Мысалы, кітап, не. Онда мұңайған түрімізді көрсетеміз. Аспазшы қандай сұраққа жауап береді? Ал енді оқушылар, оқулықпен жұмысымызды бастаймыз. Бірінші жаттығу өлеңді жаттап ал. Дос бол сабын сумен сен, жиі-жиі жуын сен. Таңертеңде, кеште де, жуын күндіз түсте де. Жуын тамақ алдында, жуын тамақ соңында. Жуын ұйықтар кезіңде, жуын тұрған мезгілде. Сумен сабын бір жолдас, жоймас олар кір болмас. Бұл өлең не туралы оқушылар? Таза, ұқыпты болу үшін не істеу керек екен? Сумен шынығу үшін не істейсің? Осы өлеңнен заттың атын білдіретін сөздерді табамыз. Мен салауатты өмір салтын ұстанамын. Мен денсаулықты таңдаймын. Әдемі дене және жақсы көңіл күй. Мен бұған қалай жеттім? Біріншіден, дұрыс тамақтануға көштім, және қол жетімді жерде бір бөтелкеде таза ауыз суын қоямын. Айтпақшы, күніне аз мөлшерде 5 рет тамақтанудың, күніне көп мөлшерде 2 рет тамақтанғанға қарағанда жақсырақ екенін білесіз бе? Одан әрі қарай, мен дене шынықтыру залына жазылдым. Ең басында өзімді күштеп апаратынмын. Қазір ағзамның өзі қажет етіп тұрады. Айтпақшы, мен сол жерде өз қалыңдығымен таныстым. Көктем басталысымен қыс түскенше автокөліктен велосипедке көшеміз. Сондай-ақ біз саяхаттауға шықпақшымыз. Сол үшін шетел тілін үйренудеміз. Салауатты өмір салтын ұстану қиын емес. Қиыны ішімдік ішкеннен кейінгі таңертең ояну. Үнемі әлсіреген иммунитетті емдеу. Өз денсаулығыңды газды сусындармен құрту. Бүгінде ол сән емес. Бүгін біз салауатты өмір салтын таңдаймыз. Оқушылар, сендер денсаулық туралы бейнежазбаны тамашаладыңдар. Салауатты өмір салтын үнемі сақтау керектігімізді білдіңдер. Ал енді дәптермен жұмыс жүргіземіз. Оқулықтарымыздағы екінші жаттығу жұмбақты көшіріп жазып, шешуін табамыз. Дәмі де жоқ, түсі жоқ, пайдаланбас кісі жоқ. Бұл не деп ойлайсыңдар? Су, түсі де, дәмі де, иісі де жоқ сұйықтық. Жер бетінде тіршілік ең алғаш сулы ортада пайда болды. Су бүкіл тіршілік иелерінің негізгі құрамдас бөлігі. Жай ғана мөлдір қара су жер шарының 4-тен 3 бөлігін алса, тірі ағзалардың 60-70%, ал өсімдіктердің 90% құрайды. Адам ағзасы күніне орта есеппен 2 литр суды қажет етеді. Денеде судың 20% жетіспеушілігі адам денсаулығы үшін қауіпті. Өйткені қанның 83%, бұлшық еттің 75%, сүйектердің 22% және мидың 74% судан құралады. Яғни, адам ағзасы суды қажетті мөлшерде сіңірген жағдайда ас қорыту үрдісі, қан айналымы жақсарады, денедегі тұздар мен керексіз токсиндерді шығарады. Суды дұрыс мөлшерде пайдалану жүрек ауруларының болу қаупін төмендетеді. Су құрамындағы белсенді заттар иммундық жүйені нығайтады. Сонымен қатар, мөлдір су сырт келбетке де үлкен пайдасын тигізеді. Теріні ылғалдандырады, сақтайды, нәрлендіреді. Қазіргі таңда ғалымдар көп кездесетін арқа, буын және көз ауруларына, бас сақинасына тіптен суық тиген жағдайда судың үлкен пайдасы тиетінін айта кетеді.
Әрине ол үшін әрдайым жылы суды қажетті мөлшерде тұтыну керек. Жарайсыңдар оқушылар, судың да пайдасын білдіңдер. Ал енді ауа, су, күн, шаңғы, коньки деген сөздерді, жол парағы кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай көркем етіп жазамыз. Оқушылар, сабағымыздың соңын кері байланыспен аяқтаймыз. Бағдаршам әдісін пайдаланамыз, яғни қызыл түс сабақты толық түсіне алмадым, тапсырмаларды толық орындамадым. Ал сары түс ортасында сабақты жақсы түсіндім, тапсырмаларды орындадым, кейбір тапсырмаларда қиындық кездесті. Ал жасыл түс сабақты жақсы түсіндім, тапсырмаларды толықтай орындадым. Үй тапсырмасы 4-ші жаттығу 71-ші бетте. Сау болыңдар.